Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 14 қыркүйек. Лексикалық тақырыбымыз Енисей, Талас, Орхон ескерткіштері. Грамматикалық тақырыбымыз күрделі сөздер. Күрделі сөз деп кемінде екі, одан да көп дара сөзден құралып, ырғақ жағынан бірыңғай, лексика-семантикалық жағынан біртұтас, лексика-грамматикалық жағынан бір бүтін тұлға болып бірлесіп тұрақталған құрама сөзді айтамыз. Яғни балалар, бұл не деген сөз? Бұл термин тілімен айтып бердім. Енді өзіміздің тілмен айтатын болсақ, күрделі сөздер бір сұраққа жауап береді. Бірнеше сөзден келіп тұра салда, бір сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесі болады. Біз үшін бұл бұрыннан келе жатқан тақырып, бірінші рет өтіп тұрған жоқпыз, оны сондықтан да білеміз деп ойлаймыз. Күрделі сөздер жасалу жолына қарай 4 түрлі болады екен. Біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер және тіркесті сөздер. Осы жерде 4-ші тұрған тіркесті сөздерге мән береміз. Сөз тіркесімен шатастырып алмаймыз. Жарайды ма? Тіркесті сөздерге шұбар ат, қара көк, 105, 25, қызыл ала, сары ала деген сияқты, немесе оқушылар сарайы деген сияқты сөздер жатады. Ал сөз тіркесіне қызыл көйлек, жас бала, әдемі қыз деген сияқты сөздер жатады. Айырмашылығы неде екеуінің? Тіркесті сөздер жаңа айтып кеткендей, мына жердегі шұбар ат деген екі сөз бір ғана мағынаны білдіріп тұр, бір сұраққа жауап беріп тұр. Ал қызыл көйлек деген кезде қандай көйлек? Қызыл көйлек. Қызыл не? Қызыл көйлек деп жауап бере аламыз. Екеуіне екі сөзге жеке-жеке сұрақ қойылады. Соны ажыратсақ, қалғандары біз үшін қиын емес деп ойлаймын. Енді тапсырма, 5-ші тапсырма 7-ші беттегі күрделі сөздерді қатыстыра отырып, шағын мәтін жазамыз. Дескрипторы. Күрделі сөздерді қатыстырып мәтін жазады. Кемінде 30 сөзден тұратын мәтін жазады және қатесі жазады. Яғни мәтініміз кемінде 30 сөз болуы қажет. Енді құрметті оқушылар, біз онлайн мектеп дедік, біресе WhatsApp желісі арқылы шығамыз дедік. Сонымен кішкене сабақ беруіміз қиындап қалды, Енді мен сендерден өтінерім, бұл тапсырмаларды бір қиын жері білімлендке жүктеу қиын болып тұр. Мен қазір тағы жүктеп көремін. Егер де жүктелсе, оны айтамын өздеріңе ескертіп. Соған кіріңдер деп. Сол кезде осы менің берген тапсырмамды орындап, тапсырмаларыңды да орындаған дәптерлеріңді суретке түсіріп, сол білімленд арқылы жіберулеріңді сұраймын. Ал егер олай болмай жатса, ол кезде WhatsApp арқылы орындап бересіңдер. Жарай ма? Себебі біздің оқулықтағы теориялық білімімізден қалып қоймауымыз қажет. Сыныпта азғантай бала ғана қамтылып отыр. Осы аптадан бастап мен әрқайсыңа жеке-жеке шығатын боламын. Түсіндік па? Көп баланы мен әлі көрген жоқпын, байқап отырған жоқпын. Көрінбей, үндемей отырған балалар өте көп. Апайларыңа шығып, ата-аналарың арқылы байланыс жасауыма тура келеді. Осы аптадан бастап сабақ оқуға деген құлшынысымызды күшейтейік. Жарай ма? Ендеше сау болыңдар.